Менің Турағыл деген әкем әнші болған, домбырашы болған. Изкаил деген ағам Турағылдың кенжесі әнші болған. Жебраил деген ағам әнші болған. Осылардың ортасында мен бәрін қағып алып отырғам ғой. Соған менің енді өзім жаратылысым солай қалқамайды. Әйтпесе ол содан бері ұмытып қалуға болады. 60 түгіл 70 жыл болды. Менің әкем ақын болмаған, переводчик болған. Жек Лондонда перевод еткен, сонан кейін Неверовтың Яқашу жейт деген перевод еткен, соң Большевишка Марияны перевод еткен, Селкасты перевод еткен қазақ тіліне. Мен білетін осы 4 кітап. Жазуын арабша да жазылатын, орысша да жазылатын. Ол айтатын әкем менің Турағұл. Егер қазақ тілін жақсы, ана тілін жақсы білсең, ешбір бөтен тіл ауырлық қылмайды. Сөйтіп отыратын естейтін. Алашордаға мүше болды ғой менің ағам. Комитетінің председатель болып Семейдегі. Қазақты бір көтереміз деп солай қыпты ғой өздері. Осы мына кеңес өкіметінің алдында ғана. Сонда алдымен қазақ халқының өзін тарихтан өшіру үшін, жері бай, несі бай, өшіру үшін оның алдымен ақылды бас істейтін көшбасшы, елбасы білімді адамдарын құрту керек болды. Зиялыларын, интеллигенттерін. 21-ші жыл ағам түрмеге отырды, ең алдымен. Сонда бәріміз жыладық. Неге отырады? Кісі өлтірген отырады, керуен талаған отырады. А біздің ағамда не бар? Неге отырды? Неге түрме десе, сонда Әлихан Бөкейханов, Миржақып Дулатов, Әлімхан Ермековтер бәрі қамалған екен ғой, Алашорданың мүшесі. Сонда апарып Турағұлды тағамаған. Сонымен ағам кеткенше қайта түрмеден шықпайтын. Өмір бойы қарым-қатынас үзбеген ғой, дос болған. Турағұл да, Шәкәрім де, Кәкітай одан да бұрын дос болған. Енді баяғыда Ленин өздерге қол қойып тұрып, оларға амнистия жіберді ғой 19 жыл. Оның біріне қараған жоқ, бұлар жаба берді ғой қайтадан. 22-ші соны жапқан Турағұлды да жапты бірге. 27-ші жылы қамалып, 27-ші жылдың жазында шыққаннан 28-ші жылы күзді айдады ғой, кәмпескелеп. Сонда 10 қараға Абайдың Турағұлы оның малы 10 қараға толмайды, қалай кәмпескеленеді деп біреуі жатса, біреуі Алашорданың мүшесі. Алашорданың несінен айдалдым дейтін. Құнанбай демес, Абай демес, мен айдап бір жатқан Алашорда деп. Турағұлды сосын кәмпеске жасады ғой. Білесіз ғой, енді тұр. Оның ғаштыққа кеп соқты. Колхоздастыру. Ағамды мен 32-ші жылы кеп таптым. 30-ші жыл жалғыз ағам жаңа Томскийде оқитын Жебраил 26 жасында Ташкентте өлді. Шай ауырып өліпті тамағынан. Онан кейін асырап отырған балалы шағасының тағы 2-ші жылы өлгені 33-ші жыл. Мен 32-ші жылы келіп табатын жолдасым Марқасы әлгі мына балалардың әкесі. Оны 32-ші жылы қамаған түрмеге. Түрмеге байдың қызын алдың кәмпескеленген деп, сен осы көбінесе байшылсың деп апарып қамап, Қытайға елді көшіріп жатырсың деп прокурор болатын ол. Сонан барып оны сасып өліге ағартып, шайдан кейін шығарғанда направлениені үйіп қалыпты. 30-ші жылы 107 адам бір атты тоқтының, 31-ші жыл тағы 100-ден астам адамын атты. Мұхтарға барып тағы кітап перевод етуге аламын деп. Сонда Ораз Исаевқа кіріпті. Исаев Ораз, о ЦК-ның 2-ші секретары еді ғой. Соған кіріп, бас еркіндігімді бер, асырайтын бала шағам өлді, аштан өлдім демесең, мен кітап жазуға рұқсат бер деп. Сонда ол кісі жақсы жауап берді, дұрыс екен. Ақсақал жалғын менің қолымда түк жоқ. Бұл өкіметтің шығарып отырған қаулысы. 20-ші жылдан бастап 28-ші жылы енді 28-ші жылдан бастап 29-ші жылы енді Алашорданың бәрін жапты ғой. Ахмет Байтұрсынов, Миржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Әлімхан Ермеков. 34-ші жылы 6 март күні өзім басында отырып қайтыс болды. Қолымда. Менің қолымда. Бір күні мен әкемнің үстіне құладым. Аға сен де кете. Аға мен де 59 жасында өліп отыр ғой. Аға сен де кетейін деп жатсың ба деп. Құлағанымда жерде жатқан басын көтеріп алды.
Sen meni ölmesin degenin kargagaның ғой. Мен senin қолыңнан өліп алайын деп атырмын. Мен senin қолыңда өлмесем, ертең түрмеде өлемін. Ойбай ағатай, о не дегенің, неге сен деп едім. Оны саған мен ұқтыруға қалым келмейді қазір. Кейінгі білесің. Айтқандай 37-ші жылы біреуі қалған жоқ ағам жолдастар. Бәрін халық жау деп алып кетті. Қалил Досмұхамедов, Қалилға басып, Жиянша Досмұхамедовтан көп 40-30 адам. Абайдың елінен, қазақтың әрбір ауылына сондай мәселені қойды. Мынау бай сендерді қарама отыр. Мынау малың бар сендердікі, сендердің еңбегің. Ел сөйледі ғой, адам ғой бер, пенде ғой. Менен үлкен қызы Ақила деген. Ол байын атып, байын атасын, қайнағасын шөмірдей атып тастаған. Шәкәрімнің жан түршігерлік тағдырын жеткізуге сірә сөз қуаты да жетпес. Шәкәрімді атты. Сосын Шәкәрімнің баласын Ғафурды түрмеге апарып жатты. Ол түрмеде өзін бауыздады өлді. Ғафурдың баласын бірге жапқан Шәкәрім немересін. Екінші Қабыш дегені. Ғафурдан кейін Қабышы. Елде КГБ жаңағы әкесін атып тастағанда 31-ші жылы әке бейсіз үйге қамап тастап оны аштан өлді. Үшінші Ақат. Ақат Құдай бірін ақын біліп өтсін ғой енді Ақат. Ол Ақатты біз алып қалдық. Шәкәрім атылып қалған, ол далада қаңып қашып жүріп, өзін-өзі бауыздап өлді. Зиятты өлтіріп жіберді ғой түрмесінде. Зият өліп кетті ғой. Мен ондай трагедия дейтін сұмдық. Солаймыз оны бір қуысақ қылғанадай қуып соңына соның ұрпағы қалмасын деп қылу ғой. Айтпай қалқып. Абаймен замандас болмағанымен тағдыры бір Мұхтар Әуезовтің өзі қаншама тар жолдайғақ кешуден өтті десеңізші. Он с достоинством отвечал на нападки, но в конце концов вынужден был уехать в Москву. Мұхтардың жеген таяға демес түрмеге де отырды, неше рет мынау алашырден деп сөйлетті де, өлгенше Сәбит Мұқановтар желкесінен түскен жоқ оны. Оларға талақ қойын ғой. Ашық хат жазыңдар, бұрынғы жолымыз дұрыс емес, біз адастық, бұрынғы жазғанның бәрінен отказываюсь деп хат жазды қоймықты. Анау ең кебегі бар, бұрынғы жазғанның қара көз тамашасын бәрі контрбүлшенер бәрі деп сөйтіп шықты ғой. Я действительно много повидал в жизни. Были подъемы, были и падения. Видел я высоты и низины. Некоторые по жизни проходят ровно, гладко, а я так не шел. Мұхтар көбін айта алмай кетті. Амалсыздықтың кейбірін бұрмалады Мұхтар. Біз соның өзіне бармай жүрміз әлі. Мұхтардың өзі тірі болса қазір әлдің бірін қайтадан жазар еді. Мысалы мен Абайдың шәкірттері дейтін диссерт жаздым ғой. Сол кезде Мұхтар Абайдың романының екінші кезін Ақын аға деп жазды. Ақын аға. Сонда мен жазған шәкірттердің бір мақтақтарына сүйіп жазған, сол кітапты алып келіп сойды, алып тастады да қайтадан амалсыз қайтадан жазды. Оның рухани анау мұрасын, өлеңдерін
қара сөздерін жазып ешкім жоя алмайды ғой. Совет үкіметінің соңғы көзі жетті, бірақ сосын Абайды бейімдеу керек болды өзінің саясатқа қарай. Сондай ғой. Сондықтан әлгі Абайдың өмірін жазғанда да дінге қарсы қойып, әлгі байларға қарсы қойып, елге қарсы қойып, шығысқа қарсы қойып, сөйтті ғой. Часто возвращаюсь мыслью к Абаю, моему любимому герою и уважаемому наставнику. Радуюсь за него. Радуюсь, что он, известный читателю собственными стихами, стал им ближе, понятнее, роднее, благодаря моему скромному труду. Он обрел миллион друзей, и это самое главное, ибо он всегда стремился к людям, искал друзей, а был окружен врагами, люто, неистово ненавидевшими его. Абай ол емес, Абай Құдай бір, Құраншын, пайғамбар хақ деп білген адам. Сол дінді берік ұстаған. Өзіңді ашық айтады ғой, оны осынға шейін бұрын алдаймыз. Абай айтады ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан деді. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жол деп әділет. Осы үш сүю болады имани гүл, иманның асыл үш деп сен тақиқ біл дейді. Абай енді сынайды, діндің ішінде кімді сынайды? Надан болуларды сынайды, өтірік діншілдер сынайды. Қажыға барып, атаға елге құрметті адам болайын деп, өзінің күн үшін нететін адамдарды сынайды. Сонысын апарамызда Абай молланы, дінді бәрін, Құдай бәрін сынаған дейді. Олай емес. Абай бүкіл қазақ халқының ақыны. Біз осынғы шейін айтамыз, еңбекші Бұқараның халқы. Абай еңбекші Бұқара, оның да шәргі жоқ. Абай адам, ең алдымен адам деген даңқым бар. Человек звучит гордо. Сол адам дейтін даңқым болғаннан кейін, адамшылық дейтіннің өзіне, осы ғой Абайдың өзі меселесі. Сонсын ол Абайдың кереметтігі, мынау жақыным, мынау туысым, мынау руым, мынау тоқты дейтін Абай жоқ. Сондықтан Абай ай мен күндей, әмбегі бірдей, бүкіл адам баласына ортақ ақын. Міне соған бейіл ғана әлгі бұлай сырттай көзім жетіп отырам, ЮНЕСКО болып қабылдап, қазір дүние жүзі той деп Абайды. Жаңа түсінікпен жетірміз. Абайдың шығармашылық жол жайында айтылған шыншыл сөз жаңа ойдың ол кезде қалыптасқан идеологиялық құрсауды бұзып шығуы мүмкін емес еді. Соның айқын дәлелі бүгінде белгілі ғалым, абайтанушы Қайым Мұхамедхановтың тағдыры. Сіз барсыз ба осында? Әлихан өзі әдемі адам, Дәнші болмаған. Талантты інім Қайымға сүйіспеншілік аға көңілмен Мұхтар Әуезов 41 жыл 6 февраль Алматы. Мұхтар енді Абайтану жөнімен шұғылданып жүрді ғой. Сонда маған тапсырма берді. Сен Абайдың шәкірттері, Абайдың әдебиеті, ақындық мектебі бар. Соны жаз деп, соның бірін маған түсіндіріп берді ғой. Соны жинап келіп, бұл 39 жыл болатын да, осында қорғадым ғой. Академия. 1951 жылы Кенесары туралы мақала шықты. Соғыс кезінде Кенесарын мақтап келді ғой. Соғыстан кейін Кенесары халықтың жауы деп сүйретті, ол үшін Бекмахановты айтады ғой. Сол кеп жабылды кеп, мынау диссертация контрреволюционный школа дейтін жоқ, бізде марксизм школа дейтін школа бар, мынау Мұхтардың ойдан шығарып жүргені, мынау Мұхамедхан Мұхтардың құйыршығы, бәлен түген, өзін мақтау үшін тауып алған адамы, мұнда пантүркизм толып тұрған, панисламизм, национализм, Құдай сақтасын. Сонда Сәбит Мұқанов Абайдың әдебиет мектебі туралы баяндама жасады. Сонда Мұхтарды менді сойып берді, шәкерімді дейтін бандит, бірін қалдырмай жамандап сойды ғой. Соның артынан келіп, Мұхтар
өз баяндамасын жасап жатыр. Мен сөйлеп жатырмын. Біздің сөзді ешкім тыңдамайды. Газетте ылғи бізді жамандап, анау ұлтшылдар мойындамай жатыр. Ауэзов тоже знал, что такое ненависть чванливых завистников, представителей вульгарной критики и социологии. Никто не тревожит бесплодные деревья, говорят на Востоке, но швыряют камни в те, на чьих ветках растут золотые плоды. В печати началась травля. Жинаған, түсініктерін жазған, ұнатқан, сөз басын жазған Мұхтар Әуезов 50-ші. Енді осы кітаптың мына бір экземплярын мен Семейде жатырмын, Семейде маған қарауға жіберді ғой енді. Терден шығарып жатырмыз. Осыны мен пірәуейде отырғанда, міне 1 декабрь күні келіп мен әрі сөз деді. Мына кітапты алып кетті, менің қолымдағы. Мындағысын өртеп жіберді. Сосын мен апартта жапты түрмеге. Отырғанда мына көкемнің астында жатты мынау, Дзержинскийде. 8 мені көрмегенім жоқ, әлгі горячий камер дейме, әлгі нешеті қорлықпен көрсетеді ғой. Мойнында Әуезовті айтып бер, сен арам жолға салған сол. Мен оның бәрін айтқам жоқ, мойындағам жоқ. Атылу жазасы, смертный казнь отменить етсе. Соған байланысты соттағанда сосын бізге 25 жыл түрме берді. 5 жыл правосын айырылсын деп берді. Сосын барлық иммунка компенсациясын берді. Сонымен кеттік. Оның алдында міне менің оқисыз о жоқ, қалай? Міне менің әкемді жауып атты тастады. 3 күннен кейін сон. Оның жалғыз менің әкем емес, сонда бір дүс шақты адам жатты. Барлық мешіттің молдаларын ауданда қалды, түгел. Мешітке баратын бәрін жатты. Өкпеңіз бар ма осы тағдырға, адамдарға? Неге қандай өкпе болады? Өзі Құдай бізді сондай заманға кездестірген. Мен түгілен менің анау қазақтың данышпандары бөкетін ұмытпасы олардың бәрін атты ғой. Біз неміз олардың қасында. Бір кездегі қуатты, іргелі Құнанбай қажы әулетінен заманнан да, адамнан да теперіш көрмеген жоқ. Құнанбайсыз абай жоқ. Құнанбай гений. Өзі ақын, өзі шешен Құнанбай. Өзі керемет ақылды, өзі мырза, өзі әділ. Әкем басы қызық ет дейді. Бұлай ба басы өп келгенде мына жері тағы басы өп кететін дейді. Бұлай. Құнанбайдың басы. Соны әлді ол көптеген өз доктор кісі екен. Құнанбайдың жаратылысы керемет қой. Қайраткерлік, адамдық қасиетін енді ғана танып біліп жатқан Құнанбай қажы жөніндегі әңгіме әлі алда. Абай туралы кітаптар шығып жатыр, жазылып жатыр. Соның көбін қарап отырсаң, жаңалық жоқ. Абайды құралғы бұлай мақтау бар. Сосын сол Абайдың әлгі өлеңдеріне жазғандарына кәдімгі мәзмүндеме беру. Абайдың әрбір сөзіне, әрбір өлеңінің мәзмүніне, тақырыбына, көркемдігіне осы барлығына кәдімгі анализ жасап беру керек. Соны бір кезде Мұхтар осының көбіне жасаған. Бірақ сол кезде Мұхтар өзінің айтатын көбін айта алмаған.